сыныпта бір мектепте оқыған сыныптастарым, қыздар, жігіттер, мына бүгінгі мерейтойымыз құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Сіздерге отбасыларыңызда жақсылық, үлкен қыздарыңыздың, ұлдарыңыздың қызықшылығын көріңіздер. Сол тойда барлығымыз куәсі бола берейік. Жаңағы айтып отыр ғой, бір-бірімізбен құда болайық деп. Құда болса, сондай құдашылықтан барлығымыздың қызықшылығымызды, қуанышымызды бөлісіп жүре берейік. Мына жаңағы 40 жыл, 50 жыл, 60 жылдықтарымызда бірге келе берейік. Барлықтарымызға жақсы табыс тілеймін. Болды ма? Қалған қосыламыз түрегесіз айтыңыз. Айналайын жасылап қап кетпейікпіз. Жақсы тілектің артықершілігі жоқ қой, жақсы сөздің жары барысы. Мына құрметті достар, класстастар, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Біз өте қуаныштымыз. Осындай той жасап, бас қосып, сіз бізде ішіп жатқанымызға. Және осындай тойымызға ұзақ жақыннан келген класстастар, уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге тағы да рахмет. Бұны айтып жатқаным енді прямой жәнегі шындықты айтып бәріміз өзіміз ғой класстастар, прямой шындықты айтқанға да қапа болмаңыздар. Біздің осы списке менің қолымда бар еді, 88 оқушы бітірген екенбіз осы мектепті. Осы класстастар 88 екенбіз. Сол 88-дің 8-і бейшара марқұм болып кетті ғой енді. Содан 80 Аллаға шүкір аман есен. Сол 80-нен біз 44 адам қатысты осыған. Осы тойға 44 адам атсалысты. Жәндегі почти 50% бұл. Сонда 36 адам келмеді, қатыспаймын деді бұл жерде. Оларға енді біз ренжімейміз, өйткені арасында шынымен жағдайлар болып қойған кісілер бар. Бірақ негізі тормоз ете бермеу керек та бұлай. Бұндай тойға, бұл әшейінде ағайынның, құда жекжаттың тойы болса, бұл баласы болмаса келесі баласының тойына барам дейсің. Дұрыс па? Бұндай 30 жылдық той өмірде бір рет келетін той. Үлкен рахмет. Өстіп бәріміз бірдей атсалысып ойнап күліп көңілді отырғанымызға. Не бір әдемі